кеш циклодан икранын рецептін ұсынамын. Видеоны соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Өте керемет салат құпта дайындауға болады. Міне мен помидорды тартқыштан өткіздім. Осыған сұйық майды қостым. Бір лүп етіп қайнаған кезде үстіне қосатын заттарымызды қосамыз. Сәбіз. Міне біз немізді қостық. Пиязды қостық. Осылайынан араластырамыз. Үстіне сәбіз қосамыз. Тағы араластырып жүремді. Одан кейін болгарский перец қосамын. Тәтті бұрыш дейді ме қазақша. Соны қосам. Содан кейін араластырып 40 минут қайнаған кезде чеснок пен қызыл бұрышымызды қосамыз. Қайнағаннан кейін осылайынан қызылшамызды қосамыз. Содан осындай бұрыш қант тұзымызды қосамыз. Ащы бұрыш пен самырсағымызды, чесногымызды. 2 бас чеснок қосамыз. 40 минут қайнағаннан кейін. Содан кейін 5 минут қайнағаннан кейін 5 минут қалған кезде уксусымызды құйып 5 минут қайнатып өшіреміз. Содан кейін банкаларымызды жақсылап жуып банкілерімізге құямыз. Егер де сіздер салат қып дайындағыларыңыз келсе, қызылша мен сәбізімізді теркадан өткіземіз. Пиязымызды полукольца қып, жіңішке қып тураймыз. Сладкий перцімізді жіңішке соломка қып турау керек. Сонда салат ретінде болады. Мен икра қып дайындадым, үйде үлкен кісілер болғандықтан. Осылай әдемі түс береді. Егерде бұл бұрышқа неге қосқыларыңыз келсе, салат қып теркадан өткізу керек. Соломкаға турау керек сладкий перцті. Ал қызылшамен нені соломкаға турау керек. Қалған бәрін теркадан өткіземіз. Қалған бәрін мясорубкадан өткіземіз. Мен түгелін мясорубкадан өткіздім, ет тартқыштан. Помидор мен қызыл ащы бұрыштан басқасының бәрін теркадан өткізуге болады. Соңын жаңағыдай мен салғандай бәрін бір-бірінен кейін саламыз. Өте керемет болып шықты, әдемі. Банкілерімізге осылай құямыз. Салатымыз дайын. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видео түсіргенше қош сау болыңыздар. Өте дәмді. Сондай икра болып шықты. Салат қып та істесеңіздер болады.